Мен Агла, Англияда жұмыс істеп жатқаныма 2 апта болды. Гүл теремін поляда. Және мен алдыңғы бір аптаға айлық алдым. Сол аптада мен қанша алдым, және қаншалықты расход кетті, налог қанша төледім, және жатын орныма қанша төледім, соның барлығын пейслиптен көрсетемін, яғни зарплатасын көрсетемін. Кейбір каравандарда қағаз түрінде келеді, ал бізге онлайн түрінде келді, сондықтан мен компьютерден сіздерге көрсететін боламын. Кеттік. Ал мынау бізде пейслип. Яғни алдыңғы алған аптадағы зарплаттың қанша алдым, қанша түсті, соның нәтижесі деген. Мына жерде менің атым Агла, фамилиям Беделхан. Мен осы аптада 42 сағат істегенмін жұмыс. Маған ағылшындардың ақшасымен 12,21 паундтан төлеген сағатына, сонда мен 521,98 паунд тапқанмын. Онымен қоса менде сол сағаттың артық бонустар болған. Бонус жасағанмын, яғни нормадан ассаң бонус төлейді. Мен бонус 144,74 паунд бонус алғанмын. Енді тапқан сағатым бар, бонусым бар. Менде общий 666,72 паунд тапқан болып тұрмын. Осы аптада, яғни бір аптада біз 5 күн жұмыс істедік, соны ескере кетейік. Бұл жерде толық 7 күннің ақшасы емес, 5 күн үшін. Енді мына жақта шығындарымыз тағы да бар. Ол жерде бізде налог ұстаған. Налог 84,80 паунд. Налог 33,98 медстраховка ұстаған. Одан кейін 63,96 біздің жатын орнымызға, яғни караванға. Бұл адам басынан ұстаған, менің күйеуімнен де ұстайды, менен де ұстайды. Адам басына есептелінген. Бұл расходтардың барлығы бізде 182,74. Сонымен менің тапқан ақшам 666,72. Расходтарым, шығындарым 182,74. Ал мен нағыз тапқан қолыма тиген таза ақша бір аптада 483,98. Бұл дегеніміз Қазақстанның ақшасымен 320 мың теңгеде болады. Қазір нақтысын тағы да есептеп саламын.